Сіз байқадыңыз ба, кейбір адамдар 90 жасқа келсе де өз аяғымен еркін жүріп, дүкенге барып, бақшасын күтіп, тіпті немерелерімен ойнап жүреді. Ал кейбіреулер 60 жасқа жетпей-ақ қан қысымы, қан диабеті, буын аурулары немесе жүрек мәселелерімен күресіп жатады. Неліктен бұлай болады? Көпшілік мұның бәрін генетикамен байланыстырады. Ата-анам ұзақ өмір сүрген, мен де ұзақ өмір сүремін. Немесе керісінше, біздің әулетте бәрі ерте қайтыс болған, менің де тағдырым солай шығар деп ойлайды. Бірақ ғылым бұл пікірдің толық дұрыс емес екенін көрсетеді. Зерттеулерге сәйкес, адамның қанша жыл өмір сүретініне генетиканың үлесі шамамен 20-30% ғана, ал қалған бөлігі көбіне біздің күнделікті өмір салтымызға байланысты болады. Яғни, бүгін не жейтініңіз, қанша қимылдайтыныңыз, қалай ұйықтайтыныңыз және қандай әдеттерді қалыптастырғаныңыз болашақтағы денсаулығыңызға әсер етеді. Әлемде көк аймақтар деп аталатын өңірлер бар. Бұл 90 және 100 жастан асқан адамдардың үлесі ерекше жоғары болатын жерлер. Ғалымдар бұл адамдардың өмір салтын ондаған жыл бойы зерттеп келеді. Қызығы, олар әртүрлі елде өмір сүрсе де, олардың арасында ортақ әдеттер көп дейді. Бүгін біз сол әдеттердің ең маңыздыларын қарастырамыз. Бұл видеода айтылатын кеңестер қымбат дәрілерді немесе ерекше қоспаларды қажет етпейді. Керісінше, оларды кез келген адам бүгіннен бастап өміріне енгізе алады. Егер сіз ұзақ жылдар бойы өз аяғыңызбен жүріп, есте сақтау қабілетіңізді сақтап, белсенді өмір сүргіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Ал енді алғашқы әдеттен бастайық. Күн сайын қозғалу. Ұзақ өмір сүретін адамдардың ең басты ерекшелігінің бірі, олар қозғалысты өмірдің табиғи бөлігіне айналдырған. Көп адам денсаулық үшін міндетті түрде фитнес-клубқа барып, ауыр жаттығу жасау керек деп ойлайды. Әрине, спорт пайдалы, бірақ қызығы, ұзақ өмір сүретін адамдардың көбісі кәсіби спортпен ешқашан айналыспаған. Олар жай ғана күн бойы қозғалыста болады. Мысалы, дүкенге жаяу барады, бақшада жұмыс істейді, үйдің шаруасын өзі атқарады. Көршісіне жаяу барып келеді. Лифттің орнына баспалдақты пайдаланады. Осының бәрі күн сайын жүздеген емес, мыңдаған қосымша қадам береді. Тағы бір маңызды нәрсе бар. Кейбір адамдар күні бойы кеңседе немесе үйде отырып жұмыс істейді де, кешке 1 сағат серуендесе болды деп ойлайды. Алайда зерттеулер ұзақ уақыт бойы қозғалыссыз отырудың зиянын көрсетеді. Сондықтан мамандар әрбір 30-60 минут сайын орныңыздан тұрып, бірнеше минут қозғалып тұруды ұсынады. Мысалы, су ішу, үй ішінде жүру, созылу жаттығуларын жасау, немесе жай ғана терезеге барып келу. Осындай қарапайым қозғалыстың өзі қан айналымын жақсартып, бұлшықеттердің жұмысын сақтауға көмектеседі. Жаз ұлғайған сайын қозғалыстың маңызы одан сайын артады. Өйткені адам қозғалған сайын бұлшықеттер жұмыс істейді. Ал күшті бұлшықет адамның өздігінен жүруіне, тепе-теңдігін сақтауына және құлап қалмауына көмектеседі. Құлау егде жастағы адамдардағы ең жиі кездесетін ауыр мәселелердің бірі. Сондықтан ұзақ өмір сүретін адамдардың құпиясы көп жаттығу емес, көп қозғалу. Егер сіз күніне 20 минуттық серуеннен бастасаңыз, бұл денсаулығыңыз үшін жақсы қадам болуы мүмкін. Келесі әдет бұлшықетті сақтау. Көпшілік ұзақ өмір сүру үшін тек жүрекке көңіл бөледі. Бірақ дәрігерлер соңғы жылдары тағы бір маңызды нәрсеге ерекше назар аударып жүр. Ол бұлшықет. Адам 30 жастан кейін біртіндеп бұлшықет жоғалта бастайды. Ал 60 жастан кейін бұл процесс жылдамдауы мүмкін. Бұл жағдай медицинада саркопения деп аталады. Көпшілік бұл сөзді алғаш рет естіп отырған шығар. Саркопения жастың ұлғаюына байланысты бұлшықет массасы мен күшінің азаюы. Бұл жай ғана әлсіздік емес, бұл адамның өмір сапасына тікелей әсер етеді. Бұлшықет азайған сайын баспалдақпен көтерілу қиындайды, ұзақ жүру ауырлайды, тепе-теңдік бұзылады, құлап қалу қаупі артады. Сондықтан ұзақ өмір сүретін адамдар бұлшықеттерін сақтауға тырысады. Олар міндетті түрде ауыр салмақ көтермейді, бірақ күн сайын қозғалады. Сонымен қатар ақуызды жеткілікті мөлшерде тұтынады.
Ақуыз бұлшықеттің негізгі құрылыс материалы. Ол ағзаға күн сайын қажет. Ақуыздың жақсы көздері жұмыртқада, балықта, тауық еті, сүзбе, айран, бұршақ, ноқат, жасымықта болады. Мамандар әр тамақтанғанда аз мөлшерде болса да ақуыз болған дұрыс деп есептейді. Мысалы, таңғы асқа жұмыртқа, түсте балық немесе тауық еті, кешке сүзбе немесе айран. Әрине, нақты мөлшер әр адамның жасына, салмағына және денсаулық жағдайына байланысты өзгереді. Егер созылмалы бүйрек ауруы сияқты медициналық жағдайларыңыз болса, ақуыз мөлшерін дәрігермен немесе диетологпен талқылаған дұрыс. Есте сақтаңыз, ұзақ өмір сүру тек көп жыл жасау емес. Ұзақ өмір сүру сол жылдарды өз аяғыңызбен жүріп, өзіңізге өзіңіз қызмет ете алатындай өткізу. Ал ол үшін бұлшықетті сақтау өте маңызды. Үшінші әдет – көкөніс пен талшыққа бай тамақтарды көбірек тұтыну. Ұзақ өмір сүретін адамдардың дастарханына қарасаңыз, бір нәрсені бірден байқайсыз. Онда көкөніс өте көп. Кейбіреулер етсіз тамақ болмайды деп ойлайды. Ал ұзақ өмір сүретін халықтар етті де жейді, бірақ олардың тарелкесінің жартысына жуығы көбіне көкөністер алып жатады. Бұл неліктен? Өйткені көкөністердің құрамында ағза үшін өте маңызды заттар бар. Олардың ішінде талшық, С дәрумені, калий, фолат, магний, әртүрлі антиоксиданттар кездеседі. Талшықтың маңызы ерекше. Ол ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі және ішектегі пайдалы бактерияларға қорек болады. Соңғы жылдары ғалымдар ішекті тіпті екінші ми деп атай бастады. Өйткені ішекте өмір сүретін триллиондаған бактериялар иммунитетке, зат алмасуға және жалпы денсаулыққа әсер етуі мүмкін. Ал бұл пайдалы бактериялар көкөністерді, жемістерді және тұтас дәнді тағамдарды жақсы көреді. Сондықтан көкөністі күн сайын тұтынатын адамдардың ішек микрофлорасы әртүрлі әрі тұрақтылық болуы мүмкін. Мысалы, күнделікті рационға мынандай көкөністерді қосуға болады. Сәбіз, қызанақ, қияр, орамжапырақ, брокколи, асқабақ, қызылша, болгар бұрышы, көк шөптер. Мамандар тарелкені мүмкіндігінше түрлі түсті көкөністермен толықтыруға кеңес береді. Себебі әр түстегі көкөністе әртүрлі пайдалы қосылыстар болады. Тағы бір маңызды нәрсе, көкөністі тек мереке күндері емес, күн сайын жеуге тырысу керек. Кішкентай өзгерістер ұзақ уақыт ішінде үлкен нәтижеге айналуы мүмкін. Төртінші әдет – қантты азайтып, табиғи тағамды көбірек таңдау. Қазіргі кезде дүкенге кірсеңіз, қант қосылған өнімдер өте көп. Тәтті сусындар, торттар, печенье, йогурттардың кейбір түрлері, тіпті кетчуп пен дайын тұздықтардың өзінде де қант кездеседі. Көп адам күніне қанша қант жейтінін байқамайды, ал артық қант ағзаға не істейді? Біріншіден, қандағы глюкоза деңгейі тез көтеріледі, содан кейін қайтадан төмендейді. Соның салдарынан адам қайтадан ашығып, тағы тәтті жегісі келеді. Осылайша артық тамақтану басталады. Уақыт өте келе бұл артық салмаққа, инсулинге төзімділіктің төмендеуіне және екінші типті қант диабетінің даму қаупінің артуына әсер етеді. Бірақ ұзақ өмір сүретін адамдардың өмір салтына қарасақ, олар тәттіні толықтай алып тастамайды, тек оны сирек пайдаланады. Күнделікті тағамдардың негізгі табиғи өнімдер құрайды. Мысалы, жаңа піскен көкөністер, жемістер, бұршақ тұқымдастар, жаңғақтар, дәнді дақылдар, балық және жұмыртқа. Олардың тағы бір ерекшелігі тәтті сусындарды өте сирек ішуі. Газдалған тәтті сусынның бір бөтелкесінде кейде 8-10 шай қасыққа дейін қант болады. Ал біз оны бірнеше минутта-ақ ішіп қоямыз. Бірақ ағза үшін бұл үлкен жүктеме. Оның орнына қарапайым су, қантсыз шай, айран немесе қымыз сияқты сусындарды таңдауға да болады. Тағы бір маңызды кеңес, егер тәттіге қатты құмар болсаңыз, оны бірден тоқтатудың қажеті жоқ. Біртіндеп азайтуға тырысыңыз. Мысалы, күніне 2 кәмпит жесеңіз, біреуіне азайтыңыз. Шайға 2 қасық қант салсаңыз, 1 қасықтан бастаңыз. Осындай шағын өзгерістер бірнеше айдың ішінде үлкен нәтижеге алып келеді. Ұзақ өмір сүретін адамдар дәл осылай өмір сүреді.
Олар қатаң диета ұстамайды, тек дұрыс таңдауды әдетке айналдырады. 5-ші әдет – ұйқыны дәрі сияқты бағалау. Бүгінгі қоғамда көп адам аз ұйықтауды еңбекқорлықтың белгісі деп қабылдап жүр. Күніне 4 сағат ұйықтаймын, ұйқыға уақыт жоқ, демалыста ұйықтап аламын деп өздерін алдаусыратады. Бірақ біздің ағзамыз бұлай жұмыс істемейді. Ұйқы кезінде ми да, жүрек те, иммундық жүйе де маңызды қызмет атқарады. Ғалымдардың айтуынша, дәл ұйқы кезінде ми күні бойы жиналған кейбір қалдық заттардан тазарады. Яғни ұйқы жай ғана демалу емес. Бұл ағзаның өзін қалпына келтіретін кезеңі. Егер адам ұзақ уақыт бойы жеткіліксіз ұйықтаса, мынадай өзгерістер болуы мүмкін. Есте сақтау қабілетінің нашарлауы, зейіннің төмендеуі, қан қысымының жоғарылауы, тәбеттің де өзгеруі, шаршаудың күшеюі. Сіз байқаған шығарсыз, ұйқыңыз қанбаса, келесі күні тәтті немесе майлы тағамдарды көбірек жегіңіз келеді. Бұл кездейсоқтық емес. Ұйқы аз болған кезде аштық пен тоқтықты реттейтін гормондардың тепе-теңдігі өзгеруі мүмкін. Сол себепті адам көбірек тамақ жейді. Ұзақ өмір сүретін адамдар ұйқыға өте жауапкершілікпен қарайды. Олар түнде бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тұруға тырысады. Ұйықтар алдында телефонға ұзақ қарамайды. Кешкі асты тым кешікпеуге тырысады. Бөлмені қараңғы әрі тыныш ұстайды. Егер сіз ұйқыңызды жақсартқыңыз келсе, бүгіннен бастап мына қарапайым әдеттерді қолданып көріңіз. Күн сайын бір уақытта ұйықтаңыз. Ұйықтардан 1 сағат бұрын телефонды шетке қойыңыз. Кешке кофе немесе қою шайды азайту керек. Және бөлмені желдетіңіз. Бұл қарапайым кеңестердің өзі ұйқы сапасын жақсартуға көмектеседі. Ұйқы уақытты босқа өткізу емес, ұйқы денсаулыққа салынған инвестиция. 6-ші әдет – жалғыз қалмау және адамдармен араласу. Көпшілік ұзақ өмір сүру туралы айтқан кезде тек тамақтану немесе спортты ғана ойлайды. Бірақ ғалымдарды таңғалдырған тағы бір маңызды фактор бар. Ол адамдармен қарым-қатынас. Сіз айналаңызға назар аударып көрдіңіз бе? Көңілді адамдармен жиі араласатын аталар мен әжелер көбіне белсенді болып келеді. Олар көршімен сөйлеседі, немерелермен ойнайды, қонаққа барады және қонақ күтеді, тойға қатысады. Бұл жай ғана көңіл көтеру емес. Ғылыми зерттеулер әлеуметтік оқшаулану адамның денсаулығына кері әсер ететінін көрсеткен. Жалғыздық күйзелісті күшейтіп, ұйқының сапасын төмендетуі және өмір сапасына әсер етуі мүмкін. Ал адамдармен жиі араласатын адамның миы да белсенді жұмыс істейді. Өйткені сөйлесу кезінде адам ойлайды, еске түсіреді, күледі, эмоциясын бөліседі. Мұның бәрі ми үшін де жаттығу. Сіз байқаған шығарсыз, кейбір қарт адамдардың есте сақтау қабілеті өте жақсы. Олар ондаған жыл бұрын болған оқиғаларды анық айтып береді. Мұның бір себебі олардың үнемі адамдармен араласуы болуы мүмкін. Тағы бір қызық нәрсе, күлу кезінде ағзада эндорфин деп аталатын табиғи қуаныш гормондары бөлінеді. Олар көңіл күйді жақсартып қана қоймай, күйзелісті азайтуға көмектеседі. Сондықтан ұзақ өмір сүретін адамдар өздерін қоғамнан оқшауламайды. Егер сіз зейнетке шыққан болсаңыз, үйде жалғыз отырып қалмауға тырысыңыз. Достарыңызбен хабарласыңыз, көршіңізге кіріп шығыңыз, немерелеріңізбен уақыт өткізіңіз. Және кітап клубына немесе басқа қызығушылық тобына қосылсаңыз болады. Кейде 1 сағаттық жақсы әңгіме адамның көңіл күйіне дәріден де жақсы әсер етуі мүмкін. Енді ең қызықты әдетке келдік. Ғалымдар ұзақ өмір сүретін адамдарды зерттегенде, олардың көпшілігінде бір ортақ қасиет бар екенін байқаған. Олардың өмірде мақсаты бар. Бір қарағанда бұл қарапайым сияқты көрінеді, бірақ оның маңызы өте үлкен. Кейбір адамдар зейнетке шыққаннан кейін, енді мен ешкімге керек емеспін деп ойлай бастайды. Белсенділігі азаяды, қозғалысы азаяды, адамдармен араласуы сирейді, біртіндеп денсаулығы да нашарлай бастайды. Ал ұзақ өмір сүретін адамдар керісінше өмірінің соңына дейін өздерін пайдалы сезінуге тырысады. Бірі бақша егеді, бірі немересін тәрбиелейді, бірі қолөнермен айналысады, бірі кітап оқиды. Тағы да бірі жаңа тағам дайындап
және күн сайын серуендеп табиғатты тамашалайды. Олардың әр таңды бастауға себептері бар. Бұл өте маңызды. Өйткені адам таңертең қуанып оянса, оның қозғалысы да көбейеді. Көңіл күйі де жақсы болады. Ал жақсы көңіл күй денсаулыққа жанама түрде оң әсер етуі мүмкін. Мақсат міндетті түрде үлкен болуы шарт емес. Мысалы, күн сайын 30 минут серуендеу, аптасына 1 кітап оқу, жаңа гүл өсіру, немереге ертегі оқып беру, досыңызға телефон шалу. Осындай қарапайым істердің өзі өмірге мән береді. Ұзақ өмір сүру тек жыл санау емес, ұзақ өмір сүру әр күніңізді мағыналы өткізу. Сонымен бүгін біз ұзақ өмір сүретін адамдардың 7 маңызды әдетімен таныстық. Байқаған шығарсыз, бұл әдеттердің ешқайсысы қымбат емес, ешқайсысы арнайы дәрі немесе ерекше емді қажет етпейді. Олардың барлығы күнделікті өмірде жасалатын қарапайым ғана әрекеттер. Әрине, бұл кеңестер адамның ұзақ өмір сүретініне кепілдік бермейді. Денсаулыққа генетика, қоршаған орта және медициналық жағдайларда әсер етеді. Бірақ дәл осы әдеттер көптеген зерттеулерде денсаулықты сақтауға және белсенді қартаюға ықпал ететін факторлар ретінде қарастырылады. Ең бастысы, бәрін бір күнде өзгертуге тырыспаңыз. Бүгін бір әдетті бастаңыз, ертең екіншісін қосыңыз. Бір жылдан кейін өміріңізде үлкен өзгерісті өзіңіз байқауыңыз да мүмкін. Өйткені ұзақ өмір бір үлкен шешіммен емес, күн сайын қайталанатын кішкентай дұрыс таңдаулардан құралады. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып арнамызға жазылыңыз. Ал енді пікірге өзіңіздің ойыңызды жаза кетіңіз. Сізде осы 7 әдеттің қайсысын ұстанып жүрсіз? Ал қайсысын бүгіннен бастап енгізгіңіз келеді? Сіздің тәжірибеңіз басқа көрермендерге де пайдалы болуы мүмкін. Дендеріңізге саулық тілеймін.